Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте шашыраңқы болып пісетін күріштің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп қойыңыз және де видеоны соңына дейін қарап өтіңіз. Алдымен күрішті бір үлкен кесемен күрішті алып, жақсылап 7-8 рет тап-таза болғанша жақсылап шайып аламыз. Сосын оны сүзгіштен өткізіп, алдын ала дайындап аламыз күрішімізді. Сосын табамызды алып, газымызға қойып, қыздырып аламыз. Үстінен аздап қана сұйық май қойып, күрішімізді әбден қуырып аламыз. Осылай үнемі қуырып отыру керек. Оны ыдысымызға салып қоюға болмайды, өйткені күрішіміз күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай әбден қуырып отырған дұрыс, арасын үзбей. Видеода барлығы да анықтап көрсетілген. Мінекей, менде шамамен 10 минуттай уақыт өтті. Үздіксіз осылай етіп қозғап отыру қажет. Енді осының үстінен бір кесе суымызды құямыз. Мен ас ішетін кесемен толтырып бір күрішсін салдым. Енді бір кесе суды құямыз үстінен. Енді осы суымызды әбден бұрқылдап қайнағанша газымыздың астын өте жоғарыға қойып қоямыз. Бұрқылдап бір қайнап алу керек. Дәміне қарай тұзын қосамыз. Жарты шай қасық қосып көреміз. Алдымен бірден көп қосуға болмайды. Жарты шай қоссаңыздар жеткілікті. Оттың астын өте жоғары қойып қойдым. Осындай беті кішкене тесік болғанша, суы тартылғанша осылай қайнатып аламыз. Әйтпесем, суды құя салып бетін жауып қойсаңыздар, сіздердің күріштеріңіз ботқа секілді болып кетеді. Сол себепті де осындай беті тесік теліп, кішкене суы тартылады. Сондай болғанша оттың астын жоғары қойып қоясыздар да, осындай етіп бір қайнатып аласыздар. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, күріштеріңіз шашырап, өте әдемі болып піседі. Енді біз бетін жауып қойып, газдың астын өте төмен қойып қоямыз. Шамамен 15-20 минутта пісіп қалады. Міне, көргендеріңіздей өте шашыраңқы, өте әдемі болып тұр, жабыспай. Енді мұны кез келген тағаммен ұсынсаңыздар болады. Гарнир ретінде осындай ыдысқа салып, сәндеп берсеңіздер, дастарханға ұсынсаңыздар, өте әдемі болады. Мен пюремен және котлетпен ұсындым. Өте дәмді шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан сәтті шығады бұл рецепт. Мінекей, сіз де жасап көріңіз. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір жасап өтіңіз.